Баршаңызға сәлем, қайырлы күн. Бүгін үй жағдайында жасалынатын өте қатпарлы, қытырлақ болып шығатын қаттама рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны толықтай қарап, дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Өте қатпарлы болып шығады. Осы рецептпен жасап көріп, өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып қойыңыз. Алдағы уақытта көптеген тәттілердің рецептісімен бөлісетін боламын. Ұнымызды алдын ала електен өткізіп дайындап аламыз. Суымызға тұзымызды салып, тұз ерігенше араластырып алатын боламыз. Ұнымыздың ортасын ашып, суымызды толықтай құйып, қолымыздың көмегімен қамыр илей бастаймыз. Қамырымыз кішкене біріккеннен соң сұйық майымызды құйып, қамырымыз толықтай илеп алатын боламыз. Дәл осылай болып шығады қамырымыз. Бетін жауып 5 минутқа демалдыруға қоямыз. 5 минуттан соң алып, дәл осылай қайтара илеп, қайтадан демалдыруға қойып қоямыз. Сонда қамырымыз бір келкі әдемі болып жайылатын болады. Ешқандай да ашытқы қоспаймыз. Дәл осы рецепттің өзінде өте керемет қаттама шығатын болады. Бетін жауып 10 минутқа демалдыруға қоямыз. 10 минут демалған қамырымызды алып, теңде 2 бөлікке бөліп аламыз. Оқтаудың көмегімен домалақтап жаямыз. Мен тоғмай қолдандым. Егерде сізде тоғмай қол болмаса, маргарин немесе сармай қолдануыңызға болады. Мен тоғмайға сұйық май араластырып ортасына жақтым. Дәл осылай бір слой жағып болғаннан соң, екінші қамырымызды жайып үстіне төсейміз. Яғни бірінші жайған қамырымыздың үстіндегі май қатуы керек. Сонда біздің қаттамамыз өте қатпарлы болып шығатын болады. Майды бүкіл жеріне жеткілікті етіп жағып шығып, самсаның қамыры сияқты орап алатын боламыз. Менде дәл осы рецептпен 7 қаттама шықты. Теңде 7 бөлікке бөліп аламыз. Жұқалау етіп жаямыз. Қалыңдау болса ортасы піспей қалуы мүмкін, сол үшін жұқалау етіп жаюымыз керек. Табамызды отқа қойып, қыздырып алатын боламыз. Майымызды құйып, қызғаннан соң қаттамамызды орташа отта қызарғанша айналдыра отырып пісіріп алатын боламыз.
Қызарған соң екінші бетіне ауыстырып, екінші бетінде дәл солай қызартып алатын боламыз. Мінекей қаттамаларымыз осымен дайын. Ыстықтай желініп кететін болады. Дәл осылай рецептпен жасап көріңіз, дәмді шығады. Сіздермен болған Аймекен, назарларыңызға үлкен рахмет.